What's up, достар, сендер бірге мен Нуридин. Мінеки блог түсірмегелі өте көп уақыт өтіп кетті, оның себептері бар. Бүгінгі видео қандай деп ойласаңдар, бүгінгі видео, бұл видео, видеоның атында жазылып тұр емес па? Достар, бүгінгі видео дейтін 100 сообщение атақты адамдарға. Сообщение деген қазақшасы қандай еді? Хабарлама ма? Жоқ. Мен, Инстаграм желісінде, Инстаграмға кіремін, мен түрлі атақты адамдарға сообщение жазып жіберем. Блогерлер болсын, әншілер болсын, солардың бәріне сообщение жазып жіберем. Солар келесі күні маған қандай ответ жазған, немесе ответ жазды ма, соның бәріміз бірге талқылап көретін боламыз. Бұндай видео сіздерге қызық болады деген ойдамын. Қызық болса әрине лайк басып, арнаға жазылып ары қарай көре береміз. Кеттік ендеше, гоу! Біз бірінші дейтін Нурисметке жазып көрейік, ресмисмет бит жазамыз оған. Қайтып жазсақ болады. Салам, сенің әндерің маған қатты ұнайды. Сенің қызың таяқ жейді менің қызымнан. Так, все, Нурисметке кетті. Ал достар, біз екінші дейтін Ратбек Вайнерге жазайық. 1 миллионнан астам подписчик бар екен. Так, Ратбек. Так, бұған орысша жазайық. Я твой фанат, когда... Тұр қойын. Когда новый вайн. Так, Ратбекке жаздық. Келесі бізден ТОКАЕВқа жазамыз, яғни Қазақстан президентіне бит жазамыз. Қашан отставка кетесіз дей салайық. Отставкаға кетесіз. Так, ТОКАЕВқа жаздық. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
да бәріңе сәлем. Кеше ғана мен примерно бір қанша адамға жаздым, даже ұмытып қалдым қанша адамға жазғанымды. Короче, солардың мінекей қараңдар қанша адам маған жауап қайтарғанын. Достар, мінекей қараңдар, мен осының бәріне жазып шықтым, бірақ оның көбісі ответ қайтармады. Так, біз бүйтеміз. Маған тек біреу-ақ қайтарды, яғни Темірлан болат ответ қайтарды. Мінекей қараңдар, жоқ. Мінекей мен достар, өткенде дейтін бір сообщение жазып бергем. Сол сообщение бірдеңке болып өшіп қапты. Мен оған бүйтіп жазған едім. Неге Мадиярдың видеосын ұрладың деп жазып жібергем. Ол біріншіден Мадияр істемеді ғой, оны бірінші деп жазып жіберді. Маған тек Темірлан ответ қайтарды. Көргендеріндей қалған ешкім маған ответтерін қайтармады. Бұл күлкілі болуы мүмкін, ё-моё. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын, шынымды айтсам. Короче, мінекей көрдіңдер қалай екен. Осындай деген керемет видео болды. Егер ұнаса арнаға жазып лайк басамыз.